Барлығыңызға ассалаумағалейкум. Камера бұл өте пайдалы құрылғы. Олардың көмегімен сіз өміріңіздің кез келген оқиғасын түсіре аласыз. Бірақ кейде шынымен де таңғажайып сәттер камераға түсіріліп қалады. Егер де ол камераға түсірілмесе, бұлай болуы мүмкін емес деп ешкім сенбейтін еді. Ал қазіргі кезде барлығында камера бар. Сол арқылы кез келген нәрсені түсіріп, бүкіл әлеммен бөлісе алады. Бүгінгі шығармамызда ғалымдардың өзін таңғалдыратын видеоларды көрсететін боламыз. Сіздермен алтын балта арнасы. Мына суреттегі ағарып жатқан не деп ойлайсыз? Қарма, ұн ба, әлде қант па? Бұл Австралиядағы қабаттап жиналып қалған өрмекші торы. Осы жағдай орын алғанда, мамандар тез арада хабарлама жасап, бұл жай ғана құбылыс екенін, жиналып қалған өрмекшілердің адамға зияны жоқтығы жайлы түсіндірме жүргізді. Осыған ұқсас қорқынышты құбылыс Бразилия елінде де орын алды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, мыңдаған өрмекшілер тоқсымдар мен талдарда асылып тұр. Қуанышқа орай тексеріп келе, бұл өрмекшілердің ешқандай адамға зияны жоқтығы анықталды. Бұл түсірілім бізге Флориданың ұлттық паркінен келіп тұр. Паркте жүрген мына адамдар үлкен қолтырауынға тап келді. Бұл қолтырауынды көріп, кішкентай ғана деп жатқан шығарсыздар, алайда оның салмағы жарты тоннаға жуық келеді. Бар жоғы 3-4 метр алыста тұрған мына адамдар көргендерін қуанып камераға түсіріп жатқанымен, іштей қорқып тұрғандары анық. Мына түсірілімге қараңызшы. Аспанда ұшып жүрген мына құстарға қарап, таңғалмай амалымыз жоқ. Құстардың мына әрекетіне қарап тұра бергім келеді. Қалайша осындай жылдамдықта бір-бірімен соғыспай, біркелкі бұрылып жатқандарын мамандардың өздері түсіндіріп бере алмайтын шығар. Сирек болса да табиғатта осындай ерекше құбылыстарды көруге болады. Бұл домалақ мұз. Осындай біркелкі домалақ мұзды ақырын ағатын өзендерде көруге болады. Бұндай құбылысты көбінесе Солтүстік Америкада, Англияда, Германияда және Ресей елдерінде көруге болады. Ал енді мына Сингапурдағы ерекше жол апатын қараңыздаршы. Жазбаға қарайтын болсақ, ақырын бұрылып жатқан көлік аяқ астынан соғысты. Видеоны қайта қарағанның өзінде екінші көліктің қайдан келгенін түсіндіру мүмкін емес. Сіз қалай ойлайсыз, көлік қайдан пайда болды? Тағы бір соған ұқсас жағдай Қытайда орын алды. Мына түсірілімде телепортация болған адамды көріп тұрмыз. Себебі бұны басқаша қалай түсіндіруге болады? Ала кетіп жатқан көлікке қараңыз. Өз жолымен ақырын кетіп жатыр еді. Бір сәтте жылдам оңға бұрыла қалды. Алдында есе аяқ астынан пайда болған адамды көріп тұрмыз. Сіз Ирландиядағы Корк мектебі жайлы естігенсіз бе? Жоқ болса, онда сіз қазір көретіндеріңізге таң қаласыз. Себебі бұл ең қорқынышты мектептердің бірі болып саналады. 2017 жылы қараша айында камера өте ерекше құбылысты түсірді. Камерада не екені белгісіз, бірдеме столдарды жылжытып, сумканы лақтырды. Бүгіндікке осы. Егер де видеомыз ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.